Сәлем достар, менің сестрам Алматыға қыдырып кеткен болатын, сонда мен оқырмандарыма әдемі влог түсіріп алып келші деп өтініш айтқан болатым. Әрі қарай сестрам өзі айтып берсін.
Сәлем достар, мен бүгін Алматыда 3 күн бойы қалай қыдырғанымды айтамын. Ең әуелі бізді осылай ЖД вокзалдан күтіп алды. Осылай қаланың әдемі көрнекті жерлерін бірінші видеоға түсіріп алайын деп ойладым. Сөйтіп жолдан келе жатқанымызды түсіріп алдым. Біз подругамыздың үйіне Дамас хаус деп аталатын клубный домға орналастық. Подругам бізге өстіп шай қойып берді, дастархан дайындады. Одан үйдің іші қандай әдемі деп үйдің ішін видеоға түсіріп алдым. Сөйтіп подругамыз екеуміз кайфпен боянып отырып қалаға шығайық дедік. Сөйтіп қалаға шығып Достық плазаға қарай келдік. Бұл жерде де мына жер қандай күшті, Достық плазаның сырты, іші барлығы әдемі болған соң тез видеоға түсіріп алайын деп шештім. Өйстіп бірден Достық плазаға кіре салысымен Золотой яблокоға кірдік. Золотой яблокода бәрі күшті, көз тартарлық. Бәрін алғымыз кетті, 4-ақ түйір саталық, сосын артынан қатты қарымыз ашып кетті да дегерменге кіріп тез шашлик жеп алайық деді. Кіріп екеуміз шашлик заказ бердік, одан пиде заказ бердік. Бәрі өте дәмді болды. Мына видеодағыдай көріп отқандарыңыздай өте дәмді әрі түрі де әдемі болды. Сөйтіп әрі қарай стендапқа барайық деп шештік. Стендапта 20 комик выступать етті. Барлығы күшті әзілдерін айтып, бізді қызықтырып қойды. Әзілдеріне күлдік барынша, одан бір-бірімізді қытықтап күлдік. В общем, бізге стендап ұнады. Сосын әрі қарай осы стендаптан шыққан эмоцияларымызды барып билеп ән айтып шығарайық деп шештік. Осындай күшті караокесі бар, билейтін залы бар жерге келдік. Сосын әрі қарай ертесі күні, екінші күні бірден таң ата салысымен Шымбұлаққа қарай жол тарттық. Шымбұлаққа келе салысымен мәннің видео қандай күшті деп барлығын видеоға түсіріп алып үлгердім. Одан біз осы канатыға отырдық, бірінші жабық канатыға отырдық, өзімізді түсіріп мәзбіз. Мына Шымбұлаққа қарай көтерілгенімізді түсіріп мәзбіз. Мынау қаншама сноуборд, тағы не бар, шаңғы теуіп атқан адамдарға қарап қызығып, аналардың жүрген жері күшті ғой деп қарап тамсанып видеоға түсіріп тұрдым. Аяқтың видео қандай әдемі. Сосын подругамыз екеуміз Шымбұлақтың ең биік жеріне көтеріліп, кафетерийге кіріп, кофе ішіп, ыстық тамақ жеп алайық деп шештік. Кофесі өте дәмді болды. Содан кейін екеуміз отырып фастфуд заказ бердік. Мынау шаңғы теуіп атқан, сноуборд теуіп атқан адамдарға қарап отырып, тамағымызды жеп шамалы ауқаттанып алдық. Одан кейін осы тұрған ашық канатыға мінейік деп шештік. Подругамыз екеуміз бір-бірімізге қорықпа, давай деп бір-бірімізге тез мотивация беріп жүріп, осы ашық канатыға отырып алдық. Астымыздан жасанды қар жауып тұрды, төбемізде таулар биік және таудың жиегінде жатқан керемет мына қарлар. Сөйтіп екеуміз осы канатымен көтеріліп келе жатып, бүкіл эмоциямыз шығарып, шыңғырып, айқайлап, күліп, өлең айтып алдық. Осылай видпен, одан артынан телефон шығып кетті. В общем, білгеніміз істеп кеттік. Өстіп күшті видпен қарап отырып, давай канаты тоқтаған жерге бізде тоқтап, остановка істеп, төменге вид қалай көрінетін екеуміз көріп алайық деді. Төменге қараған вид ничего себе екен. Сосын адамдардың барлығы негізі лыжи, сноуборд тебуге, канатымен көтерілуге келген екен. Потом біз осында элитный районда тұратынымыз есіме түсіп кетіп, осы элитный районды неге отдельно түсірмеске деп шештік. Сөйтіп үйге келіп, маған подругам күшті тамақ әзірлеп берді. Мынаның енді дәмі деген тіл үйреді ғой, тәй. Осындай подруга кімде бар деп қоясың ғой. Әрі қарай уже 3-ші күн басталып кеткен ба, что-то тез өтіп бара жатқан сияқты видеомен. Сөйтіп 3-ші күні таң атпастан бірден шамалы жұмысымызды жасап алайық дедік те, кафетерийге кіріп, білмеймін, примерно бір 5-6 сағатымызды сол кофеханада өткіздік. Кофелердің дәмі күшті екен, еще ыстықтай береді екен деп қойым. Бүкіл жерде негізі кофелер ыстықтай береді жер. Сөйтіп таңға ішіп алдық. Артымызда толған адамдар, білмеймін, біреу коучинг өткізіп жатыр, біреу жұмыс жасап жатыр. Біз болсақ топы тамақтанып алдық. Сосын тез жұмысымызды бітіріп тастадық. Әрі қарай, кешке қарай біз подругамызбен бірге антикафеге бардық. Антикафеде өте уютный, күшті, барлық жағдай жасалған. Қандай ойын түрін ойнағың келеді. Мына жерде тұрған бүкіл тамақтар тегін, тек сусынды ғана сатып алады екенсің, қалғанның барлығы тегін. Өте күшті эмоциялық, бір-бірімізбен мафия ойнадық, уно ойнадық. Короче, осы жерде тұрған бүкіл ойынды попробовать етіп көрдік. Әрі қарай шамалы жаяу серуендейік деп шештік. Сөйтіп серуендеп келетіп, уже 4-ші күн болып кеткен ба, қалай болып кетті. Әрі қарай бірден таңымызды магазиннен бастадық. Әрі қарай метроға міндік, метроға жетон сатып алдық та осылай метроның астына қарай келе жаттық.
бастадық. Сөйтіп біз асықпай өзімізше жай бірақат келе жатқан кезде бір метроны жіберіп алдық. Одан кейінгі екінші метроны примерно бір 15 минуттай күттік. Осылай эффектіні түсіріп аламын ғой деп ойладым, бірақ эффектіні түсіре алмаппын. Иә, 10 болып тұр. Ну ладно, бірақ енді метроға міндік, зато әрі қарай метроға мініп күшті бір жерге корейский кухняға келдік. Ыстық сорпа ішіп алдық. Әрі қарай тағы кішкене жаяу жүрейік дедік. И кешке қарай Ойқарағайға келдік. Ура! Ойқарағайдың түнгі бетін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мына жерді қайта видеоға түсіре бердім ғой. Мә, осындай әдемі киімдерді жалға алып алдық. Сөйтіп сноуборд тебейік дедік. Бізде жұрттан қай жеріміз кем, давай кеттік деп екеуміз бірімізге мотивация беріп, жайлап осылай сноуборд теуіп бастадық. Және бұл жерде сноуборд тебетіндерді екіге бөліп қойған, профессионалдар және не профессионалдар. Әрине біз не профессионалдар жағына өтіп, асықпай өзіміздің шаңғымызды теуіп жүрдік. Потом осындай күшті видтерді түсіріп алдым. Әрі қарай мына жерде күшті жанып тұрған жазу тұр екен, давай мені түсір деп бір айналып түсіп алдым. Мына жерде шашымды жөндеп жатырмын, өзімше болып әдемі болып камерада тұрайын деп. Потом осы мелкий детальный нәрселерді түсіріп алдық. Осы жақтағы не бар екен деп көтеріліп келе жаттым да, давай қолым түсірейін лучше дедім. Потом мына жақтың түнгі виді қатты ұнады, давай осыны түсіріп алайыншы дедім. Әрі қарай біз демалуға клубқа келдік әрине. Бұл жақта күшті өлең, живая музыка бар, танцпол да бар. Барлығын тыңдап, көріп, көңілімізден шығып, тамақ заказ беріп, релакс болып, тамағымызды іштік, коктейлімізді іштік, тамағымызды жедік деп айтқым келген ғой негізі. И осылай бүгінгі күнді аяқтадық. Көргендеріңізге барлықтарыңызға рахмет.
Сәлем достар, менің сестрам Алматыға қыдырып кеткен болатын. Сонда мен оқырмандарыма әдемі влог түсіріп алып келші деп өтініш айтқан болатын. Әрі қарай сестрам өзі айтып берсін. Сәлем достар, мен бүгін Алматыда 3 күн бойы қалай қыдырғанымды айтамын. Ең әуелі бізді осылай ЖД вокзалдан күтіп алды. Осылай қаланың әдемі көрнекті жерлерін бірінші видеоға түсіріп алайын деп ойладым. Сөйтіп жолда келе жатқанымызды түсіріп алдым. Біз подругамыздың үйіне Дамасхаус деп аталатын клубный домға орналастық. Подругам бізге өстіп шай қойып берді, дастархан дайындады. Одан үйдің іші қандай әдемі деп үйдің ішін видеоға түсіріп алдым. Сөйтіп подругамыз екеуміз кайфпен боянып отырып қалаға шығайық дедік. Сөйтіп қалаға шығып Достық плазаға қарай келдік. Бұл жерде де мына жер қандай күшті, Достық плазаның сырты, іші барлығы әдемі болған соң тез видеоға түсіріп алайын деп шештім. Өстіп бірден Достық плазаға кіре салысымен Золотой яблокоға кірдік. Золотой яблокода бәрі күшті, көз тартарлық. Бәрін алғымыз кетті, төрт-ақ түйір саталық, сосын артынан қатты қарнымыз ашып кетті да дегерменге кіріп тез шашлык жеп алайық деді. Кіріп екеуміз шашлык заказ бердік, одан пиде заказ бердік. Бәрі өте дәмді болды. Мына видеодағыдай көріп отқандарыңыздай өте дәмді әрі түрі де әдемі болды. Сөйтіп әрі қарай стендапқа барайық деп шештік. Стендапта 20 комик выступать етті. Барлығы күшті әзілдерін айтып, бізді қызықтырып қойды. Әзілдеріне күлдік барынша, одан бір-бірімізді қытықтап күлдік. В общем, бізге стендап ұнады. Сосын әрі қарай осы стендаптан шыққан эмоцияларымызды барып билеп ән айтып шығарайық деп шештік. Осындай күшті караокесі бар, билейтін залы бар жерге келдік. Сосын әрі қарай ертесі күні, екінші күні бірден таң ата салысымен Шымбұлаққа қарай жол тарттық. Шымбұлаққа келе салысымен мәннан видео қандай күшті деп барлығын видеоға түсіріп алып үлгердім. Одан біз осы канатыға отырдық, бірінші жабық канатыға отырдық, өзімізді түсіріп мәзбіз. Мына Шымбұлаққа қарай көтерілгеніміз түсіріп мәзбіз. Мынау қаншама сноуборд, тағы не бар, шаңғы теуіп атқан адамдарға қарап қызығып, аналардың жүрген жері күшті ғой деп қарап тамсанып видеоға түсіріп тұрдым. Аяқтың видео қандай әдемі. Сосын подругамыз екеуміз Шымбұлақтың ең биік жеріне көтеріліп, кафетерийге кіріп, кофе ішіп, ыстық тамақ жеп алайық деп шештік. Кофесі өте дәмді болды. Содан кейін екеуміз отырып фастфуд заказ бердік. Мынау шаңғы теуіп атқан, сноуборд теуіп атқан адамдарға қарап отырып, тамағымызды жеп шамалы ауқаттанып алдық. Одан кейін осы тұрған ашық канатыға мінейік деп шештік. Подругамыз екеуміз бір-бірімізге қорықпа, давай деп бір-бірімізге тез мотивация беріп жүріп, осы ашық канатыға отырып алдық. Астымыздан жасанды қар жауып тұрды, төбемізде таулар биік және таудың жиегінде жатқан керемет мына қарлар. Сөйтіп екеуміз осы канатымен көтеріліп келе жатып, бүкіл эмоциямыз шығарып, шыңғырып, айқайлап, күліп, өлең айтып алдық. Осылай видпен, одан артынан телефон шығып кеттік. В общем, білгеніміз істеп кеттік. Өстіп күшті видпен қарап отырып, давай канаты тоқтаған жерге біз де тоқтап, остановка істеп, төменге вид қалай көрінетін екеуміз көріп алайық деді. Төменге қараған вид ничего себе екен. Сосын адамдардың барлығы негізі лыжи, сноуборд тебуге, канатымен көтерілуге келген екен. Потом біз осындай элитный районда тұратынымыз есіме түсіп кетіп, осы элитный районды неге отдельно түсірмеске деп шештік. Сөйтіп үйге келіп, маған подругам күшті тамақ әзірлеп берді. Мынаның енді дәмі деген тіл үйреді, твай. Осындай подруга кімде бар деп қоясың ғой. Әрі қарай үшінші күн басталып кеткен ба, что-то тез өтіп бара жатқан сияқты видеомен. Сөйтіп үшінші күні таң атпастан бірден шамалы жұмысымызды жасап алайық дедік те, кафетерийге кіріп,
білмеймін, примерно бір 5-6 сағатымызды сол кофеханада өткіздік. Кофелердің дәмі күшті екен, еще ыстықтай береді екен деп қоймын. Бүкіл жерде негізі кофелер ыстықтай береді шығар, иә. Сөйтіп таңға ішіп алдық, артымызда толған адамдар, білмеймін, біреу коучинг өткізіп жатыр, біреу жұмыс жасап жатыр. Біз болсақ тупо тамақтанып алдық. Сосын тезде жұмысымызды бітіріп тастадық. Әрі қарай, кешке қарай біз подругамызбен бірге антикафеге бардық. Антикафеде өте уютный, күшті, барлық жағдай жасалған. Қандай ойын түрін ойнағың келеді. Мына жерде тұрған бүкіл тамақтар тегін, тек сусынды ғана сатып алады екенсің, қалғанның барлығы тегін. Өте күшті эмоция алдық, бір-бірімізбен мафия ойнадық, уно ойнадық. Короче, осы жерде тұрған бүкіл ойынды попробовать етіп көрдік. Әрі қарай шамалы жаяу серуендейік деп шештік. Сөйтіп серуендеп келетіп, уже 4-ші күн болып кеткен ба, қалай болып кетті. Әрі қарай бірден таңымызды магазиннен бастадық. Әрі қарай метроға міндік, метроға жетон сатып алдық та осылай метроның астына қарай келе жаттық. Сөйтіп біз асықпай, өзімше жай бірақат келе жатқан кезде бір метроны жіберіп алдық. Одан кейінгі екінші метроны примерно бір 15 минуттай күттік. Осылай эффектіні түсіріп аламын ғой деп ойлаймын, бірақ эффектіні түсіре алмаппын, иә, үнжемес болып тұр. Ну ладно, бірақ енді метроға міндік, зато әрі қарай метроға мініп күшті бір жерге корейский кухняға келдік. Ыстық сорпа ішіп алдық. Әрі қарай тағы кішкене жаяу жүрейік дедік. Кешке қарай ой қарағайға келдік. Ура! Ой қарағайдың түнгі бетін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мына жерді қайта видеоға түсіре бердім ғой. Мә, осындай әдемі киімдерді жалға алып алдық. Сөйтіп сноуборд тебейік дедік. Бізде жұрттан қай жеріміз кем, давай кеттік деп екеуміз бірімізге мотивация беріп, жайлап осылай сноуборд теуіп бастадық. Және бұл жерде сноуборд тебетіндерді екіге бөліп қойған, профессионалдар және не профессионалдар. Әрине біз не профессионалдар жағына өтіп, асықпай өзіміздің шаңғымызды теуіп жүрдік. Потом осындай күшті видтерді түсіріп алдым. Әрі қарай мына жерде күшті жанып тұрған жазу отыр екен, давай мені түсір деп бір айналып түсіп алдым. Мына жерде шашымды жөндеп жатырмын, өзімше болып әдемі болып камерада тұрайын деп. Потом осы мелкий детальный нәрселерді түсіріп алдық. Осы жақтағы не бар екен деп көтеріліп келе жаттым да, давай қолымды түсірейін лучше дедім. Потом мына жақтың түнгі виді қатты ұнады, давай осыны түсіріп алайыншы дедім. Әрі қарай біз демалуға клубқа келдік. Әрине бұл жақта күшті өлең, живая музыка бар, танцпол да бар. Барлығын тыңдап, көріп, көңілімізден шығып, тамақ заказ беріп, релакс болып, тамағымызды іштік, коктейлімізді іштік, тамағымызды жедік деп айтқым келген ғой негізі. Осылай бүгінгі күнді аяқтадық. Көргендеріңізге барлықтарыңызға рахмет.